Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракатух, құрметті бауырлар. Алла субхана тағала баршамыздың қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларымызды қабыл етсін. Осы қасиетті Шәуәл айында да ұстаған оразаларымызды Алла баршамыз қабыл етсін. Енді Рамазан айына байланысты біз дәрістерін тоқтап қалған болатын. Енді Алла тағаланың қалауымен ары қарай қасиетті Рамазан айынан кейін жоспарланған кітаптарымыздың бірі имам Қоди Ғият рахималла тағаланың Аш-Шифа фи та'рифи хукуқул Мустафа деген кітаптан дәрістерімізді бастаймыз. Егер осы мешіттегі келіп жүрген жамағаттан біраз білу керек. Біз шамамыз келгенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін сипаттайтын, Алла елшісінің қаншалықты Алла тағала тарапынан таңдалған ерекше құл екенін баяндайтын бірнеше кітаптан дәріс өткен болатынбыз. Ең бірінші сөзсіз теңдесі жоқ кітап ол имам Тирмизидің Шамәл Мұхаммадия кітабы. Ол кітаптан Аллаға шүкір дәрістерімізді аяқтап тәмамдаған болатынбыз. Екінші кітап оқыған ол имам Айзидин Абдусаламның Бидаяты Сул фи тафсир Расул, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін сипаттайтын артықшылығын, үмметтің артықшылығын баяндайтын Айзидин Абдусаламның кітабын аяқтаған болатынбыз. Енді бүгінгі үшінші біздің көздеген кітабымыз, енді бұл кітап алдыңғы кітаптарға қарағанда ауқымдырақ, басқа кітаптарды қамтылмайтын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін сипаттайтын Аш-Шифа фи та'рифи хукуқул Мустафа деген кітап. Бұл кітаптың авторы имам Қоди Ғият. Бұл кісі хижреттің 471 жыл дүниеге келіп, 544 жылы дүниеден өткен, шамамен осыдан 1000 жыл бұрын өмір сүрген ғалымдарымыз бірі. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қаншалықты Алла тағала тарапынан таңдалған ерекше пенде екенін, қалайша біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хаққыларын береміз, соған байланысты осындай Шифа деген кітап жазып шыққан. Және кітап қазақ тілінде де бізде шифа деген сөз қолданады, ем деген сөз. Не үшін ем? Өйткені кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін білетін болса, Алла елшісінің қаншалықты Алла тарапынан таңдалған ерекше пенде екенін білетін болса, жүректегі, көкіректегі талай аурудың шифасы болады. Шынымен де осы кітапты оқыған адамдарда жүрегіндегі қандай дерт болатын болса, пайғамбар таныған сайын сол жүрегінің дерттерінің бәрі кететін болады. Және бұл кітаптың авторы соншалық ықыласпен жазғаны, ғалымдарымыз айтады, егер қандай да бір адам бір аурумен шалдығатын болса, сол адамның қасында осы кітап оқылатын болса, онда Алла тағала сол адамға пайғамбардың құрметі себепті шифа береді деп. Және бұл көптеген мұсылман ғалымдары іс жүзінде, практика жүзінде осыны қолданып көрген. Және бұл кітап, шифа кітаптары көптеген араб елдерінде, соның ішінде Мысыр елінде, әсіресе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мәуліт мейрамында, яғни пайғамбарымыздың дүниеге келген айларында ерекше оқылып, насихатталып, ілім мәжілістерінде көп талқыланатын кітаптардың бірі. Және бұл кітапқа адамдар қысқартқандар да бар, яғни кітаптың ауқымды кітап болғаннан кейін бұны қысқартқан ғалымдар бар. Бұл кітапқа түсініктеме жазған ғалымдар бар. Тіпті кейбір ғалымдар бұл кітапты жай қара сөзбен емес, өлең шумақтармен жазған ғалымдар да бар. Яғни мына кітапты өзі көп тұрған ауқымды кітап болса, осы кітапта бүкіл хадистерді, аяттарды өлең форматында, яғни өлең шумақтармен жазып, 7000-ға жуық өлең шумақтармен жазған ғалымдар да бар. Соншалықты осы үмметтің ғалымдарының пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам махаббаттары осылайша көрініс тапқан болатын. Сол сіздермен бірге бөлісетін кітап ол Шифа кітабы. Жалпы кітаптың қазір құрылымы, болмысы және дәрісі қалай жүреді сіздермен біз иншалла түсіндіретін боламыз. Әдеттегідей имамдарымыз кез келген кітап бастар кезде Аллаға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтқаннан кейін бұл кітаптың жазу себебін шейх былай деп түсіндіреді. فإنك كررت علي سؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. Қоди Ғият рахималла тағала өзінің бір шәкірттерінің сөзін қайталайды. Немесе бұны кейбір жақындарының сөзі де болуы мүмкін деп ғалымдарымыз айтады. Яғни Қоди Ғиятқа келіп адамдар сұрайды: ей үлкен имам болған себепті біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдында қандай міндеттеріміз бар, сол жайлы бізге хабар берші деп адамдар Қоди Ғиятқа жақын кісілер немесе шәкірттері ол кісіден сұрайды.
Осы сұрақты ол кісіге бірнеше рет қайталана береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздің құрметтеуіміз қандай деңгейде болу керек? Кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тиесілі деңгейде құрмет көрсетпесе, оның жазасы қандай болады? Немесе кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хақысына қатысты бір тырнақтың ұшындай болса да кемшілік танытқан адам жазасы қандай болады? Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысты біздің имамдарымыз жазған мәселенің бәрін саған жинақтауға бел байладым деп имам Қодағият осы кітабының жазу себебін айтады. Яғни шейхтің кітап жазуына түрткі болған дүние адамдардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хақысына қатысты көптеген мәселелерді жинақтап шейх жауап бере кіріседі. Және Қодағият рахималлаху осы кітапты жазуының тағы бір себепті былай түсіндіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Егер кімде-кім бір ілімді біле тұра адамдардан жасыратын болса, онда сол алған ілімі оған қиямет күні оттан болған жүген болып тағылады деген. Пайғамбардан хадис бар. Кім бір ілім жайлы сұраған болса, сосын ол ілімді жасыратын болса, Алла тағала қиямет күні ол адамның аузына сол алған ілім бәрін оттан болған жүген тағады дейді. Яғни ілім алу ол бір бөлек деңгей болса, алған ілімді насихаттау, таратуда ол үлкен деңгей. Сол себепті егер бір адамнан кеп бір ілім сұралатын болса, және сіздің ол жайлы хабарыңыз болса, адамдар сұраған кезде сіз жауап бермейтін болсаңыз, сол ілім сізге қиямет күні тозақтан болған, немесе оттан болған жүген болып тағылады. Қодағият рахималлаху айтады, мен негізі бұндай мәселе жазуға қатысты мен шамам келмейді, ондай адамдар емеспін, бірақ адамдар кеп менен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиеті, алла елшісінің құқықтары жайлы сұраған кезде мен үндемей қалатын болсам, сол бойындағы ілімді қағаз бетіне кітапқа түсірмейтін болсам, онда сол ілімім маған қиямет күні оттан болған жүген болып тағылады. Сол нәрсемен сол қорқыныштан мен осы кітап жазуға кірістім дейді. Енді басқа бір ғалымдардың сөзі бар. Жалпы имам Зурқони да осындай мағына сөз айтады. Өзінің жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін түсіндіретін хадис іліміне қатысты кіріспесін былай айтады. Екі нәрсе бар. Біріншісі, егер сіз бойыңызда бар ілімді адамдармен бөліспейтін болсаңыздар, онда сіздің бойыңыздағы ілім ертең қиямет күні сізге аузыңызға оттан болған жүген болып тағылуы мүмкін, хадисте келгендей. Және осы хадис имам Қодағият рахималлаху осы кітап жазуға түрткі болған дүние осы. Екінші нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйінші хадис бар. Бұл енді ескерту, кішкене шошыту хадис болса, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйінші хадисте бар. Ол қандай дейтін болсақ, кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін естіп, соны өзгере жеткізетін болса, қиямет күні Алла тағала сол адамның жүзін нұрландырып қояды дейді. Және басқа хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бір аят болса да жеткізіңдер дейді. Бәлки естіген адам жеткізгенге қарағанда кеңірек, ауқымдырақ түсінер дейді. Мысалы, хадисте естіген жеткізуші адам ол терең ойламауы мүмкін, хадис тек қана үстіртін қабылдап соны жеткізуі мүмкін. Бірақ сол хадисте естіген адам тек қана үстіртін емес, соның астарлы мағыналарын кіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не нәрсе меңзегеніне қатысты терең ойлануы мүмкін. Сол себепті Қодағият рахималлаху осы кітапты жазуына түрткі болған дүние әлгі ілімнің аманаты. Көптеген сахабаларда сондай нәрсе болған, ілім бар, бірақ сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кейбір хадистерін тіпті ауырып төсек тартып жатқан кезде де, өлімнің сәті келіп жатқан кезде де осы аманат табыстайын деп хадистерді айтып кеткен. Өйткені сен ілім болып, соны өзімен бірге жасырып кететін болсаң, халықпен жаймайтын болсаң, онда ілім керісінше саған қиямет күні кедергісін беруі мүмкін. Сол себепті ғалымдарымыз айтады, кез келген ілім талап ететін кезде адамда үш түрлі мақсатта болу керек дейді. Біріншісі, ілім талап еткен үйрену үшін аласың, екіншісі, үйренгеніне амал істеу үшін, үшіншісі, осы білгенді өзгелермен бөлісу үшін. Ілім алатын кезде адам негізі үш-ақ мақсат болу керек.
үйрену үшін, білгенін амал істеу үшін, және сол білген затты білмегендермен бөлісу керек. Егер осындай мақсатта ілім алатын болса, Алла субхана тағала барша адамдарға иншалла өзінің берекесін береді. Енді қарасаңыздар, осы хадис, пайғамбардың хадисі және адамдардың сұрағы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қандай біздің міндетіміз бар, осы бүкіл себептердің бәрі имам Қодағият рахималлахның кітапты жазуына себепкер болды. Енді имам Қодағият бұл кітап не деп атаған? Ашифа фи тарифил хукуқил Мустафа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хаққыларын білу. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алдында біздің хаққыларымыз бар. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хаққыларын білу үшін, үйрету үшін шейх осындай кітап жазған, және шейх кітабын жалпы жүйелеп, реттеп 4 түрлі бөлім, сосын әр бөлім астында баптар бар. Шейхтің ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хаққыларына қатысты кітап жазған кезде ең бірінші бөлген бөлімі қисмул ауал фи таъзимил али ал-а'ла лил қадри хазил наби Мустафа қаулан ва фиғлан. Бірінші бөлім Алла тағала қалайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін ұлықтаған, Алла тағала қалайша біздің ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін сөз жүзінде де және іс жүзінде қалайша абыройын арттырған, жоғарылаған. Соған қатысты келген біз иншалла қазір көптеген аяттармен бөлісетін боламыз. Ең бірінші бөлім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін ұлықтығы жайлы шейх сөз қозғайды. Екінші бөлімде шейх айтады: қисму сәни фима яджибу аля анам мин хукуқи алейхиссалам ятараттаб қаули фихи арбат абуаб. Және шейх айтады, екінші бөлім адамдардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдында қандай біз міндеттеріміз бар. Яғни бірінші міндет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иман келтіруіміз. Екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген біздің махаббатымыздың болуы. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аты аталған кезде біздің пайғамбарымыз салауат айтуымыз. Және тағы міндеттердің бірі пайғамбарымыз салсын бізге бір затқа бұйырған болса, сол пайғамбардың бұйырған бұйрықтарына бойсынуымыз. Бұл да пайғамбардың алдындағы біздің орындайтын міндеттеріміз. Яғни Құдай қаласа, Алла ғұмыр берсе, осыған жететін болсақ, біз егжей-тегжей біздің пайғамбардың алдында қандай міндеттеріміз бар, соны иншалла кеңірек тоқталатын боламыз. Үшінші бөлім шейх айтады: фима ястахилу фи хаққихи ва ма яжуз алейхи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хақында мүмкін емес заттар және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хақында рұқсат етілген заттар, сол жайлы сөйлейтін боламыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хақында мүмкін емес заттар, орын алу мүмкін емес заттар не нәрсе меңзеледі дейтін болса, оны ғалымдар түсіндіреді. Мысалы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзіне түскен уахидың бір зат болсын жасырып қалу мүмкін емес. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тарапынан уахид түскен болса, сол бір аятты да, бір кішкентай мәселені де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жасырып қалу мүмкін емес. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның күнә істеуі ол мүмкін емес. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өтірік айтуы мүмкін емес. Осы сияқты істердің бәрін біздің шариғатымызда пайғамбарға тән емес, пайғамбарымыздың істеуі мүмкін емес амалдар. Иншалла біз онда егжей-тегжей тағы да талқылайтын боламыз. Сонымен қатар пайғамбарымызға рұқсат етілген амалдар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз бен сіздер сияқты ауыруы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху төсек тартуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам базарға барып өзінің қажеттіліктерін алу мүмкін. Тағысында тағы да осы қарапайым адамдарға тән сипаттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бойында орын алуы мүмкін. Сол Құдай қаласа, Алла сәтін салса, біз үшінші бөлімде қарастыратын мәселе пайғамбарға не нәрсе мүмкін емес және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не нәрсе рұқсат етілген, осыны иншалла кеңірек талқылайтын боламыз. Және қарастыратын иншалла соңғы мәселеміз ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хаққысын аяқ асты еткен адамдар, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіл тигізген адамдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам балағаттаған адамдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына тіл тигізген адамдардың шариғатты үкімі қандай, сол жайлы біз иншалла кеңірек талқылайтын боламыз. Олай болса, құрмет бауырлар, имам Қодағият рахималлаху тағала негізі кітабын жинақтаған нәрсе осы баптардан тұрады. Әр бап өз астында әр бөлім астында бірнеше баптардан тұрады. Біреуінде кем, біреуінде аз, бірақ жалқы
байқағаныңызда кітап өте ауқымды. Шейх рахималлаху тағала негізгі 4 бөлім, әр бөлім астында бірнеше баптан кезеді. Сол жайлы иншалла кеңірек талқылайтын боламыз. Бірақ біздің ең алғаш өтетін бабымыз Алла тағаланың қалайша осы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін ұлық еткен, қалайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадірін көтерген, сол жайлы тоқталатын боламыз. Бұл бапта Құдай қаласа, құрметті бауырлар, біз 4 бөлімде біз 4 баппен жолығамыз. Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ұлықтауы. Шейх Қади Ғият сөзін былай деп бастайды. لا خفاء على من مارس الشيء من العلم أو خص بأدنى لماحة من فهم. Кез келген ілімге, кез келген адамға, аз да болса ілімнен хабары бар адамдарға, немесе кез келген адамға діннен бір түсінік берген адам болатын болса, Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаншалықты құрметтеген жайлы білу ол анық дүние дейді. Яғни аз ғана ілімнен хабар бар адам, діннен сәл ғана түсінік берілген кез келген адам біледі дейді. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін қаншалықты ұлық еткендігі. وخصوصه إياه بالفضائل والمحاسن والمناقب لا تنضبط للزمام. Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлық еткендігін ешқандай шектеусіз, яғни соншалықты Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ұлық еткен баршамызға белгілі. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ұлық етуінің көріністерін тоқталатын болсақ, шейх айтады: ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وأدابه. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сырт келбетін, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінезін, ақлағын, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті әдептерін бәрін ерекше мақтаған болатын. Және Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркем мінезіне мұсылмандарға, пайғамбарға ұқсауға қызықтырған болатын. Алла тағала Құранда: «Иннака ла'ала хулуқин азим». Ей Мұхаммед, шын мәнінде сен өте үлкен көркем мінезге иесің деп айтады. Және Алла тағала басқа Құран аятарында: «Лақад канна лакум фи расулиллахи усватун хасана». Шын мәнінде сендерге Мұхаммед пайғамбарда өте үлкен көркем өнеге бар деп Алла тағала көптеген Құран аяттарын айтады. Егер Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінезін, ақылағын мақтаған болса, сәйкесінше мұсылмандарға да сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркем мінезімен сипаттауға барша мұсылмандарды қызықтырған болатын. وتقلدك بإجابك فكان جل جلاله هو الذي تفضل أولى. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дәрежесін ұлықтатып, Алла тағала барша мұсылмандарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи еруге шақырған болатын. Сумма таххара ва закка, және Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды тазалап жоғары еткен. Құранда келгенде: «Әләм нашрах лака садрак». Ей Мұхаммед, сенің көкірегіңді ашпадық па, сенің жүрегіңдегі жаңағындай шайтан үлесін бәрін алып тастамадық па деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өзі тазалап дәрежесін көтерген болатын. Осылайша біз егер имам Қади Ғият рахималлаху сөздерін бәрін жалғастыра беретін болсақ, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келбеті болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінезі болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдармен мәмілесі болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әдебі болсын, бүкілін Алла тағала мақтаған, және Алла тағала сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін ұлық еткен. Енді имам Қади Ғият рахималлаху өзі мұхаддис ғалым болған себепті ұзын хадис келтіріп тізбекпен сөйтіп былай деп айтады. Анас ибн Маликтен шыққан хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Исра және Миғраж кешінде баршамызға белгілі болғандай Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне бір сәтте қоныс аударады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қоныс аударуға Алла тағала пырақ ат жібереді. Енді арабша бурақ дейді, біз қазақша пырақ ат деп айтамыз. Сол ат жібереді. Ал жалпы бурақ деген сөз араб тілінде ол барық деген сөзден шығады, найзағай деген сөзден шығады. Өйткені ол сол жіберген ат өте жылдам жүретін болады. Ол ат білесіздер, пайғамбарымыз хадисіне келгендей, аттан сәл төмен, бірақ ешектен жоғарыда екі ортада болған жануарды Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху жібереді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол бір атқа отырып, әп-сәтте Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне қоныс аударады. Сол Анас ибн Малик былай айтады: «Анна наби саллаллаху алейхи уассалам утия бил бурах лейлатал усрия бихи мульжаман». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Исра кешінде
жүгенделген, ерттелген қып әлгі прағатты алып келеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соған отыру үшін. Мульжама мусраджан, яғни ерттелген, ер тоқым төселген және жүген салынған атты алып келеді. Фастасаба алейхи, сол кезде әлгі прағат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның отыруына кішкене қарсы болып әлгі әрекет істей бастайды. Жалпы бізде қазақтар үшін белгілі ғой, енді ат кейбір кезде отырғызбай қояды, ары бері құйрығымен ары бері қимылдап иесіне отырғызбайтын кездер болады. Тура сол сияқты әлгі прағат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отырайын деген кезде осындай әрекеттер істей бастайды. Фақола лаху Джибрил аби Мухаммадин тафғалу хаза, осылайша істеп тұрған кезде Джибрил періште әлгі прағатқа айтады: ей прағат, сен Мұхаммедке осылай істеп тұрсың ба деп айтады. Яғни әлгі прағат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алла тағала құзырында қаншалықты абырой жоғары адам екенін білмей тұрғандай әрекет істеген кезде Джибрил періште әлгі прағатқа осылайша сөгіп айтады: фама рокиба ахад акрам алаллахи минху, ей прағат, саған жаратылыстардың ішінде Мұхаммадтан абзал ешкім мініп көрген емес дейді. Және байқасаңыздар, Джибрил періште әлгі прағатқа сөккен күйде осылайша айтады: ей прағат, есін жи, шын мәнінде алла тағаланың жаратылыстарының ішіндегі ең ұлық пенде Мұхаммед, сол ең ұлық пенде алла тағала дәрежесін көтерген тұлға саған отырайын деп жатыр, сен оның қадірін білмей жатсың деп Джибрил періште әлгі прағатқа осылайша сөз айтқан кезде, сөйтіп прағат бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды отыруына разы болып, пайғамбарымыз саллаллаху отырғызып әлгі Исра кеші басталады деді. Осы жердегі байқасаңыздар, Қоды Ғият рахимахуллаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қадір қасиетін білмеген әлгі прағаттың оқиғасын бастап жатыр. Бұл да бізге сіздерге не нәрсе білдіреді? Пайғамбарымыздың қаншалықты алла тағала құзырында таңдаулы пенде екен тағы бір көрінісі. Енді Қоды Ғият рахимахуллаху тағала қазір өтетін бөлім фисанаиллахи таала алейхи ва изхарихи азим қадарихи ладейхи. Алла тағала құзырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаншалықты ұлы тұлға екенін баяндау үшін Құран аяттарымен таныстырады. Жалпы білесіз, біздің Құран кәрімде Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қадір қасиетін баяндайтын бірнеше аяттар бар. Сол аяттарын бөлісіп сөзін бастаймыз. Имам Қади былай деп сөзін айтады: иғлам, біл дейді, أن في كتاب الله عزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى. Шын мәнінде Алла тағаланың қасиетті кітабы Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қадір қасиетін ұлықтайтын өте көптеген аяттар кездеседі. Уағадда махасинихи, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артықшылықтарын баяндаған, уа тағзими әмрихи, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жағдайын ұлықтаған аяттар, уатануихи қадрихи, пайғамбарымыздың қадір қасиетін жоғары еткен, яқтамадна минха алама захара мағнаху маубана тахуаху. Біз сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қадір қасиетін баяндайтын ашық аяттармен сіздерді бөлісуді жөн көрдік дейді. Сөйтіп Алла тағаланың қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрежесін ұлықтаған аяттарын жинақтап, біз сіздерге 10 немен бөлмен келтіреміз дейді. Яғни қазір шейх байқаймыз, Алла тағала Құранда пайғамбарымыз дәрежесін көтереді. Кейде Алла тағала қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атымен ант ішеді. Алла тағала қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның абыройын асқақтаған аяттар кездеседі. Соның бәрін түгел жинайтын болсақ, Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қадір қасиетін баяндайтын аяттарды біз 10 бөлімге бөліп қарастырсақ болады дейді. Соның ең біріншісі, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мақтаған аяттармен бөлсеміз дейді. Алла тағала Құранда былай деді. Бұл Тәубе сүресінің 128 аяты. Алла тағала айтады: лақад жаакум расулун мин анфусикум. Ей адамдар, сендерге пайғамбар өздерінен келді дейді. Лақад жаакум расул мин анфусикум. Ей адамдар, шын мәнінде сендерге өздерінен пайғамбар келді. Енді осы аятқа қатысты имам Самарқанди былай деді: қала Самарқандию қара баъдухум мин анфасихим. Кейбір Құран жаттаған немесе Құран қарилары осы аятты оқыған кезде мин анфасикум деп оқыған дейді. Енді осы жерде түсіндіре кетейік, егер мин анфусикум мағынасы сендердің өздерінен шыққан пайғамбарды мағына береді.
мин анфасихим мағынасы сендердің араларындағы ең жақсыларынан шыққан деген мағынаны білдіреді. Екі түрлі мағынасы араб тілінде нәпс деген сөз, сендердің өздерінен шыққан деген сөз, әнфас деген мағынасы ең жақсыларынан шыққан адам деген сөз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің өздерінен шыққан. Енді осы аятқа қатысты түсіндіріп кетсек болады. Мин анфусикум, сендердің өздерінен шыққан пайғамбар. Және біздің дәл қазір Құран кәрімдерде осылай табамыз. Яғни қазір жаттап жүрген осы хафыз қирағатында мин анфусикум деген аят. Ол деген не деген сөз? Сендерге пайғамбар өздерінен шықты деп айтады. Алла субхана жер бетіне пайғамбар жіберген кезде пайғамбарды адам жынысынан жіберген. Пайғамбарымыз ол періште болған емес, пайғамбар кәдімгі бізбен сіздер сияқты ет пен сүйектен жаратылған тұлға болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамнан болушының хикметі ғалымдар айтады, егер пайғамбар періштеден болатын болса, адамдар айтатын еді, ол пайғамбардың істеген ісін біз істей алмаймыз, қалай біз істейміз, ол періште ғой деп. Ал біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам адам болғаннан кейін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істеген ісін біз де істей аламыз, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да адамнан жаратылған болатын. Енді біз аяттың кіріспесі болса, осыған қатысты ғалымдардың көзқарасын келтірейік. Имам Қади былай айтады. Қала Қади Абул Фадл рахималлаху тағала, Ағламаллаху муъминин әул араб әул ахл Макка әу жамиған нас. Алла субхана тағала шын мәнінде арабтарды және муъминдерді, иман келтіргендерді және Мекке халқын немесе бүкіл адамзатқа білдірді дейді. Нен білдірді? Аннаху бағаса фикум расулун мин анфусихим ярифунаху. Алла тағала адамдарға өздерінен іштерінен шыққан адамды пайғамбар етіп жіберді. Пайғамбардың қадір қасиетін білу үшін. Ятахаққуна маканаху. Не үшін деген кезде адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін білу үшін, яғни сендердің өздерінен пайғамбар келді деп айтты. Не үшін? Өйткені адамдар шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін білу үшін. Яғламуна сидқаху аманатаху. Адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шыншылдығын біледі және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аманатшыл екенін біледі. Яғни бұл Мұхаммед пайғамбар болмай тұрып шыншыл адам еді, пайғамбар болмай тұрып аманатшыл еді. Сол сендердің араларындағы ең шыншыл адам, ең аманатшыл адам сендерге пайғамбар болып келді. Енді сендер пайғамбар болмай тұрып оны өтірікке шығармайтын едіңдер, енді пайғамбар болғаннан кейін неге оны өтірікке шығарасыңдар? Сендер пайғамбарды өтірікке шығармаңдар. Пайғамбардың сендерге айтқан насихаттарын сендер тастамаңдар. Неге дейтін болса, өйткені пайғамбар ол сендердің өздерінен шыққан. Сендер оны танисыңдар. Мысалы үшін орнауы мүмкін бір адам, мысалы бір қауымдық емес. Оны ешкім танымайды. Ол кеп бір сөз айтатын болса, рас айтып жатыр ма, өтірік айтып жатыр ма, халық мойындамауы мүмкін. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол арабтардың өздерінен шыққан, өздері көздерімен көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алыс берістер бар, яғни күнделікті көріп өскен адам, сол адам өздерінен шықты. Бірақ өкінішке орай адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам танып тұрса да, біліп тұрса да, пайғамбарымыздың пайғамбарлығын қабыл етпеген. Сол себепті Алла тағала осыны ескертіп жатыр. أنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله ولادة أو قرابة. Қандай да арабтың сол Меккеде шыққан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен қандай да араб тайпасы болса, қандай ұлт арабтар болса да, тікелей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бір байланыс болған. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таниды, бірақ өкінішке орай танып тұрса да пайғамбарымыздың осы айтқан дағуатын қабыл етпеген. Сол себепті аят мин анфусикум, сендерге пайғамбар өздерінен шықты. Бірақ өздерінен шыққан, таныған, білген адамды олар қабыл етпей қойған. وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله إلا مودة في القربى وكونه في أشرافهم وأرفعهم وأفضلهم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы аят лақад жаакум мин анфусикум, сендердің өздерінен пайғамбар келді деген мағынаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көкесінің баласы Ибн Аббас былай деп айтады. Жалпы Ибн Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Аббас деген көкесі болған, әкесінің бауыры, соның баласы Абдулла болған. Сол Абдуллаға пайғамбарымыз дұға еткен: ей Аллахым, Абдуллаға түсінігін кеңейтіп, Құранның мағыналарын терең түсінуді нәсіп етші деп. Өте көптеген Құран аяттарын осы Абдулла ибн Аббас түсіндіріп берген. Сол Абдулла ибн Аббас әлгі аят бар ғой, сендерге өздеріне пайғамбар келді дегенге былай деп түсініктеме береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мен ашрафихим, сендердің ең шарапаттыларың. Уарфағихим, дәрежесі жағынан пайғамбарымыз ең ұлыларың.
афдалихим, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арабтардың ішінде ең абзалы. Хазих нихаятул мадх, міне осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтылуы сендерге өздеріне пайғамбар келді деген мағынасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мақтаудың ең ұлық дәрежесі дейді. Сосын барып алла тағала пайғамбарымыз басқа да өзге де мақтау сипаттар мақтаған. Васна алейхи би махамид касиратын, өте көптеген мақтау сипаттаған. Мин хирси аля хидаятихим ва руштихим ва исламихим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана арабтардан ғана шығып қалған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол өзінің қауымының дінге кіруіне қатты ынтызар болған. Өйткені аяттың жалғасында пайғамбар сендердің дінге кірулеріңе, сол Мекке халқының дінге кіруіне пайғамбарымыз қатты ынтызар болған деп алла тағала сипаттайды. Өйткені аяттың жалғасында осылайша келеді: харисун алейкум, яғни пайғамбарымыз алсам сондай Мекке халқының исламға кіруіне соншалықты ынтызар болған. Бірақ пайғамбарымыз алсам осынша ұмтылысын, пайғамбарымыз алсам қанша еңбек етіп сол халқын дінге кіргізуге де амал етсе де, Мекке халқы пайғамбарымыз алсам тауғатын өте аз ғана бөлімі қабыл еткен. Сол өз жерінен шыққан адам, енді былай айтсақ болады шығар, кез келген адам бір жақсылық болса өзінің ағайындарына, өзінің жақындарына бергісі келеді. Кез келген мысалы үшін адам намаз оқып алла тағаланы танып бастаса, өзінің туған әкесі, өзінің туған шешесі, өзінің туған бауыры, немесе қасында жатқан жаңағыдай әйелі, бала шағасы дінге келгенін бәрі қалайды. Өйткені дінге кіретін болса, әйелі болсын, әке-шешесі болсын, бәрі амандықта қалатынын біледі. Егер дінде болмайтын болса, ертең күні алла тағаланың құзырына барған кезде жағдай қиын екенін ол адам біледі, Құдай танығаннан кейін. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өзінің туып өскен Мекке қаласына, өзінің ағайындарына дінді қабыл етуіне, дінде тұрақты болуына пайғамбарымыз саллаллаху өте күш жұмсайды. Бірақ өкінішке орай пайғамбарымыз саллаллаху ағайындарының көбісі баршамызға белгілі болғандай ислам дінін қабыл етпей қояды. Сол себепті алла тағала пайғамбарымызды сипаттағанда харисун алейхим, сендер үшін соншалық ынтызар сипаттаған. Жалпы егер араб тілінде егер хараса емес харисин сөйлейтін болсақ, мына ашкөздікке қолданады. Мысалы үшін бір адам тамаққа тоймайтын адам болса харис, немесе дүниеге тоймайтын адам болса араб тілінде харис деп атайды. Бірақ алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сипаттаған кезде харисун алейхим дегенде пайғамбар дүние немесе тамақ мәселесінде емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның халқын дінге кіруіне соншалық ынтызар болғандығын алла тағала баяндаған. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір мақтаулы тұстарынан. Алла тағала шейх айтады: يعنيتهم ويضرهم به في دنياهم وأخراهم وعزتك عليه ورفتك رحمتك بمؤمنين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Мекке халқына және мұсылмандарға деген пайда беруіне де ынтызар соншалық, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Мекке халқына ерекше мейірімді, жанашыр болғандығын баяндап жатыр. Қала бағдухум ахтаху исмаил мин асмаихи рауфу рахим. Және ғалымдарымыз айтады, алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің екі көркем есім берген дейді. Алла тағала білесіздер, 99 көркем есім болса, сол есімнен бірі Рауф және Рахим деген есімі. Осы есіммен алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Рауф және Рахим деп сипаттаған. Азан айтасақ қареке. Жақсы, жалғастырайық. Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін сипаттап, жаңа айтқанымыздай Тәубе сүресінің аятты шейх әлі түсіндіріп жатыр. Алла тағала Құранда: лақад жаакум расулун мин анфусикум азизун алейкум ма аниттум ва бил муъминина рауф рахим. Шын мәнінде сендерге өздерінен пайғамбар келді, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Ол сендерге ерекше қатты жанашыр және мұсылмандар үшін, мұъминдер үшін ерекше мейірімді деп сипаттаған. Және алла тағала Құранның аятының соңында бил муъминина рауф рахим, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұъминдер үшін ерекше мейірімді, жанашыр деп аяқтаған. Және бұл Рауф және Рахим деген Алла тағаланың 99 көркем есімдерінің бірі. Және шейх айтады, Алла субхана тағала өзінің көркем есімдерімен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сипаттады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам нелерге, мұъминдерге ерекше қатты жанашыр адам болған. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 13 жыл бойы өзінің ағайындарына, өзінің бауырларына, өзі туып өскен елді мекен Мекке қаласының халқын исламға келуіне ерекше қатты жанашырлық танытқан. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің халқына деген жанашырлығын Алла тағала
сипаттауға мүмкін болатын ең жоғары сөзбен рауф және рахим деген сипаттаған. Және рауф және рахим деген сөз мейірімділіктің ең үлкен деңгейі. Яғни мейірімділіктің қандай деңгейі болатын болса, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда болған. Және білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі Мекке қаласына шығып, өзінің ағайындарында дастархан жасап, ей ағайындарым, ертең күні мен өзімнің қызы Фатиманы құтқармай қалам деп жанашырлықпен ағайынды дінге шақырған. Бірақ сол мәжілісте ағайындары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бет бұрған болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке қаласындағы Сафа тауына шығып тұрып, бүкіл халқын жинап, ей халқым, егер мына жақта үлкен әскер келе жатыр деп сенесіңдер ме деп сұрайды. Сөзі халқы, ей Мұхаммед, сен шыншылсың, саған сенеміз деп айтады. Сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен сендерге жан түршігерлік азап келе жатыр, қиямет қайым болады, сол себепті тек қана бір ғана Аллаға табынуға шақырамын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұмтылады. Бірақ өкінішке орай қайтадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дауғасын қабыл етпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дауғатын тек қана тоқтатпай, әлгі Мекке қаласының сыртына, Таиф қаласына барып дауғатын жалғастырған кезде де халқы пайғамбарымызды қайтадан қуып шығады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол Таиф қаласын шығып қиналып отқан кезде Жібірейіл періште келеді. Ей Мұхаммед, бұйыр, менің қасымда екі тау періштесі тұр. Егер сен қаласаң, сол қазір тауды көтеріп, осы қалаға қоя салады, сөйтіп күл талқан болады деп айтады. Күл талқан болады деп айтады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен оларға жеткізе алмай жатырмын деп айтады. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді жеткізе алмағанын, халықтың дінді қабыл етпегенін халықтан көріп отқан жоқ. Халық келмей жатыр, мені дауатын қабыл етпейді айтқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен жеткізе алмайтынын айтады. Егер салыстырмалы түрде алатын болсақ, біз өткен дәрісте айтқан болатынбыз, Нух пайғамбар ұзақ уақыт дауғат еткеннен кейін өзінің Аллахым, мен шамам жоқ, халқымды қанша жыл дінге шақырдым, енді мен шамам жоқ, өзіңе қалдырдым, және дұға айтады, ойлам тәжғал мен кәфирин дайяра, Аллахым, жер бетінде кәпір қауымнан ешкімді қалдырмашы дұға етеді. Сол Нух пайғамбарға иман кетірген адамдар сол топан су болған кезде кемеге отырады да аман қалады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей Аллахым, кәпір қауымнан ешкімді қалдырмашы дұға еткен жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана дұғасы үмметім, үмметім деп айтқан болатын. Сол себеп қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынымен де үмметі үшін ерекше мейірбан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл дұғасында тек қана үмметім, үмметім деп айтқан болатын. Бұл да құрмет бауырлар, шынымен де Алла тағала тарапынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам берген ерекшеліктің бірі, Алла елшісі өте қатты мейірбан болған үммет үшін. Алла тағала бұл енді жаңа айтқанымыз Тәубе сүресінің аяты болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаншалықты біз үшін жанашыр екендігін Алла тағалаға жалғастырып, пайғамбардың қадір қасиетін сипаттап былай деп айтады. Лақад манналлаху алал муъминин из баъаса фихим расулан мин анфусихим. Алла тағала мұъминдерге жанашырлық танытты дейді. Өздерінің араларынан пайғамбар шығарып. Яғни сол араб қауымынан немесе адамдардан Алла тағала пайғамбар шығарды. Сол пайғамбары адамдар үшін мейірімдік болып есептелінеді. Басқа аятта Алла тағала айтады: "Хуаллази бағаса фи уммиина расула минхум". Алла тағала сендерге умми пайғамбар шығарды. Жалпы умми деген сөз мағынасы жазу, сызуды білмейтін адам деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрметті бауырлар, жазу сызуды білмеген деп ғалымдарымыз айтады. Кейбір ғалым біледі дегенде бар, бірақ көпшілік ғалымдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазу сызуды білмеген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазу сызуды білмеуі пайғамбарымыздың білімсіз деген сөз емес. Дәл қазір біздің қоғамда соңғы жылдары адамның ілім деңгейі жазу сызумен өлшенеді ғой. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жазу сызу білмеуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білімсіз деген мағынаны білдірмейді. Ғалымдарымыз айтады, Алла тағаланың хикметі болған пайғамбарымыз жазу сызуды білмеген. Неге дейтін болсақ, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазу сызуды білгенде еді, кейбір Мекке мүшриктері немесе христиан немесе яхуди дін өкілдері бұл Мұхаммедке дін түскен жоқ, уахи түскен жоқ, бұл бәрін әлгі Інжілден немесе Таураттан көшіріп алды деп айтатын еді дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешкімнен көшірген жоқ. Пайғамбарымыз ешқандай мұғалім көрген емес, ұстаз көрген емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала уахи түскен. Сол себепті пайғамбарымыздың умми, яғни жазу сызу білмеуі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәрежесін көтереді деп ғалымдар түсіндіреді. Сол Алла тағала бізбен сіздерге пайғамбар жіберген. Сол пайғамбарды Алла тағала тарапынан бізге мейірім есептелінеді. Кама арсална фикум расула минкум. Руя ан Али ибн Аби Талиб
анху алейхиссалам фи қаулихи тағала мин анфусикум, яғни Құранда айтылғандай, ей адамдар, сендерге өздерінен пайғамбар жіберді деп айтты. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жіберуш, Али айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның інісі, әлі күйеу баласы, нәсәбән, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәсіл жағынан сендермен бірдей. Яғни пайғамбар не айттық қой жаңа, пайғамбарымыз нәсәбі жағынан, тегі жағынан бірдей деген мақсат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арабтар бұрын танитын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болмай тұрып та әділдігімен, аманатшылығымен танылған. Сол сипатты неге сендер пайғамбар болған соң жоққа шығардыңдар деген мағынада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болмай тұрып та танылды ғой, несімен аманатшылығымен, шыншылдығымен. Неге сендер пайғамбар болмай тұрып мойындадыңдар да енді пайғамбар болған соң неге одан бет бұрып кеттіңдер? Сол аманатшыл Мұхаммед, сол аманатшыл Мұхаммед, ешнәрсе өзгерген жоқ. Сендердің тектерінен болған адам ғой деп жатыр. Сихран деген мағынасы, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендерге арабтарға құда жағынан танылған емес деп жатыр. Өйткені хадис анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйленгеннен кейін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қайын жұрты бар ғой, сихр деген осы мағына. Яғни сендер пайғамбарымыздың қайын жұрты да пайғамбар шыншыл деп танисыңдар ғой дейді. Хасабан лайса фи абай милладун адам сифахун куллуха никах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тегінің соншалықты жоғары болғаны, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тегінде бірде бір адам зинадан туылған емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тегінде ешқандай адам зинадан туылған емес, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тегінде бүкіл адамдардың бәрі нәсәбі жағынан, тегі жағынан бәрі шарапатты адамдар. Яғни енді өмірде болды кейбір кезде, мысалы үшін біреудің әкесінде немесе шешесінде бір ағаттық орын алуы мүмкін, бір білместік орын алуы мүмкін, немесе шариғатқа қайшы нәрсе орын алуы мүмкін, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тегінде бірде бір адам жоқ дейді, некесіз туылған. Бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан отбасын санайтын болса, бәрі қасиетті тектен шыққан адамдар дейді. Және имам Кәлби рахимахуллах былай айтады: катабту ли наби саллаллаху алейхи хамса миятин уммин. Мен пайғамбарым саллаллаху алейхи вассаламның 500-ге жуық адамдарын тегін санап шықтым дейді. Яғни шежіре қолаған ғой. Бізде қазақта шежіре бар ғой жалпы. Мынау әкесі, мынау анасы, мынау үйленген деген сияқты. Сөйтіп мен пайғамбарым саллаллаху алейхи вассаламның 500-ге жуық анасын, яғни тегін санап шықтым. Фама ваджату фихинна сифахан. Сол ешқайсында мен зинадан туылған ешкімді көрген емеспін деп жатыр. Уәлә шәйә мимма кана алейхи жахилия, жахилия дәуірінде болған ешқандай оғашқылықты мен пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам тегін тапқан емеспін дейді. Яғни бұл не деген сөз? Пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам тегіндегі адамдардың бәрі тек қана текті болған, және бәрі некеден туылған балалар болған. Ешқайсысы ағаттық жолмен туылған емес дейді. Жалпы түсіндіре салатын болсақ, жахилиет дәуірінде пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болмай тұрып, әйел адамдар жаңағыдай оғашқылықтарға оңай берілген. Мысалы үшін ғалымдарымыз кетіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болмай тұрып, араб жазирасындағы арабтардың жағдайы жер былай деп баяндайды. Арабтарда мысалы бір кез келген әйел ойнағысы келсе, және оғашқылық істегісі келсе, белгі қалдырып қойған. Мысалы үшін белгілі бір түстегі мата тұратын болса, сол үйге келіп кез келген еркек жаңа әйелмен жата алады деген белгі болған. Сол пайғамбарымыз пайғамбар болмай тұрып, сондай төмен деңгейге түскен қауым болған. Бірақ ерекшелік, Алла субхана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ондай жаман қылықтан бәрінен сақтаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тегін бәрі қасиетті, текті рудан шыққан дейді. Ан ибн Аббас фи қаулихи тағала ва тақаллубука фи саджидин. Және Құранда аят бар, Шуғара сүресінде: ей Мұхаммед, сенің тегін бәрі сәжидин, яғни Алла тағала сәжде еткен текті адамдар деп Алла тағала сипаттаған. Осы аятқа қатысты пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі бар: нәбиюн иля нәби хатта ахраджаки нәбиян. Мен тегім дейді пайғамбарым. Менің тегім пайғамбардың белінен пайғамбардың беліне өтіп, пайғамбар болғанша дейін орын алды дейді. Және білесіздер, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 25-ші атасы ол Исмаил пайғамбар тоқтайды. Ал Исмаил пайғамбар осы өз кезегінде Ибрахим пайғамбардың баласы. Яғни пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам тегін бәрі қасиетті ұрпақтардан шыққан. Пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам тегі ешқашанда ластанбаған деп ғалымдарымыз айтқан. Және осы аятқа қатысты да пайғамбар сөзі бар: мин сульби наби иля сульби наби хатта сурту набиян. Пайғамбардың белінен пайғамбардың беліне ауысқанша мен өзім пайғамбар болдым деп пайғамбар сипаттаған. Басқа хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла тағала жер бетіне қарады дейді. Сөйтіп жер бетінде қарады, сол жер бетінің ішінде ең қасиетті үйлерден Құрайыштардың үйлері қылды. Сол Құрайыштың үйлерінің ішінде мені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып шықты деп айтады. Сол себепті андай
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, құрметті бауырлар, шыққан тегін бәрі қасиетті жерден шыққан. Және имам Қудағият рахимахулла мынандай, имам Джафар ибн Мұхаммед сөзін кетіп былай деп айтады: алималлаху азжа холқихи ан тағатихи. Алла тағала білді дейді, құлдардың Алла тағала толық деңгейде құлшылық ете алмайтындығын білді дейді. Адамдар Алла тағалаға толыққанды құлшылық істей алмайтынын білді дейді. Сөйтіп Алла тағала адамдардың Алла тағалаға толыққанды құлшылық етуді үйрететін өздерінен болған пайғамбар шығарды дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала осы сіздер сияқты жұмыр басты пендеден Алла тағала пайғамбар шығарған дейді. Және Алла тағала сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өзінің сипаты, ерекше мейірімді, ерекше жанашыр деген Алла тағала өзінің сипатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойына берген дейді. Және Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды адамдар мен Алланың арасындағы елші қылып жіберді. Яғни Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды адамдарға жіберген елші, яғни адамдарды Аллахпен, Аллахты Алладан байланыстыратын елші қылып жіберген дейді. Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойсынуды Аллахқа бойсыну қылған дейді. Қарап отырсаңыздар, біз қай кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойсынатын болсақ, онда біздің пайғамбарға бойсынуымыз ол Аллах тағала бойсыну. Енді соншалықты пайғамбардың дәрежесі соншалықты, егер сіздер пайғамбарымызға бойсынсаңыздар, онда сіздер Алла тағалаға бойсынғанмен теңдер дейді. Егер сіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға артынан ерсеңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мойындасаңыздар, онда Аллах тағала бойсынғанмен, Аллах тағала мойындағанмен бірдей дейді. Алла тағала Құранда айтады: мән ютиъ расуля фақад атағаллах. Кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойсынатын болса, ол Аллах тағала бойсынған. Бұл Ниса сүресінің 80-ші аяты. Қарасаңыздар, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрежесін жоғары көтерген соншалық, сіздің пайғамбарға бойсынуыңыз Алла тағалаға бойсыну болып есептелінеді. Және Алла тағала Құранда айтады: ома арсалнак илля рахматан лил аламин. Ей Мұхаммед, біз сені жер бетіне мейірім ретінде жібердік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жер бетіне келу дейді, ғалымдарымыз, ол Алла тағаланың мейірімдігінің көрінісі. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жер бетіне мейірім жіберген. Енді мейіріміне қатысты мынандай нәрсе бар да, құрметті бауырлар. Егер біз пайғамбарлардың өмірбайына мән беріп қарайтын болсақ, кейбір пайғамбарлардың үмметтері пайғамбардың дағуатын немесе дінге шақыруын қабыл етпеген кезде Алла тағала түгелі жоқ қылып жүрген. Мысалы үшін жаңа айтқан Нұх пайғамбардың үмметі пайғамбардың шақыртуын, дінге шақыруын қабыл етпеген кезде Алла тағала топан су жібереді. Немесе кейбір үмметтер пайғамбарлардың дінге шақыруын қабыл етпеген кезде Алла тағала сол тұрған жерлеріне қатты дауыл жел жібереді. Басқа жерлер Алла тағала білесіздер тұрған жерлерін төңкеріп жер бетіне аудара салады. Пайғамбарлардың өмірбайына мән беретін осы нәрсені көреміз. Ал бірақ пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмметіне халықтың жаппай қырылуы орын ала ма? Ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мейірімдің көрінісінің бірі, Алла тағала осы үмметті басқа үмметтер сияқты түгел жаппай қырылу деген нәрсе орын алмаған дейді. Ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жер бетіне мейірімді болып көрінуінің осы бір сыры деп айтады. Егер мысалы салыстырып өзін қарасаңыздар болады, жер бетіне қанша пайғамбар келді, сол пайғамбарлардың үмметтерінің соңы қандай болды, және бізбен салыстырып көрсеңіздер болады. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жіберген мейірімнің көрінісі ретінде сол Алла тағала бұл үмметті басқа үмметтер сияқты түгелдей қырмайды. Мысалы үшін Нұх пайғамбардың үмметі сол иман кетірген адамдар кемеге мінеді де аман қалады. Ал қалған бәрі топан судың астында қалады. Енді бізде де болып отыр, Алла тағала баршамызды азаптан сақтасын. Бірақ осы үмметтің ерекшелігі жаппай қырылу нәрсе болмайды. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жер бетіне мейірім ретінде жіберген көрінісі бір деп түсіндіреді. Ғалымдар былай дейді ары қарай: Зайяналлаху Мұхаммадан бизинати рахма. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мейірімдікпен көркемдеген дейді. Факана каунуху рахматан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келуі жер бетіне ол мейірімдік болып есептелінеді. Жамиғи шамаилихи ва сифатихи рахматан аля хулқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл болмысы,
түрі, жүрісі, қимылы, пайғамбарымыз әкелген шариғаты бүкіл адамзатқа ол мейірім дейді. Кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірім бір ғана ұшына ие болатын болса, онда ол адам дүние ақыретте бақытқа жеткен адам дейді. Min kulli makruhin wasi fihima min kulli mahbub ala tara anna Allah ta'ala yaqul wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Алла тағала Құран аяттарын көрмейсіздер ме? Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жер бетіне мейірім ретінде жіберген. Егер сіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір сүннетіне, бір істеген амалына екі қолмен тырысып ұстап, соған бір күнделікті әрекет істеуге тырысатын болсаңыздар, пайғамбардың бір мейіріміне сіздердің иншалла үлес болса. Сол себепті пайғамбарымыз бүкіл болмысымен, құрметті бауырлар, ол жер бетіне жіберілген мейірімділік есептелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жер бетіне келуі, құрметті бауырлар, мейірім болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тіпті қайтуы да бізге мейірім болған. Пайғамбардың хадисі бар, шын мәнінде менің тірі болуым сендерге мейірім, және менің қайтуым да сендерге мейірім деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сипаттаған. Одан да ең үлкен мейірімі, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге деген жанашырлығы ертең қиямет қайымда көрінеді. Білесіздер, ертең қиямет қайым болғанда, құрметті бауырлар, Алла субхана тағаланың құзырында бәрі мақшарға жиналған кезде Алла тағаланың қалауымен күн қатты жақындатылады. Осы жерде отырған баршамыз мақшарға жиналған кезде, күннің қатты жақындатылған кезде әрқайсымыз істеген күнәларымыз сәйкес терлейміз. Біреудікі көп, біреудікі аз, бірақ мақшарда әрқайсымыз қатты қиналамыз. Қиналған сәтте әрқайсымыз барып осы бір азаптан құтылайық деген сияқты ниетпен адамдарға барып шапағат етуін тілейміз. Халықтың бәрі жиналып бірінші Адам алейхиссаламға барады. Адам алейхиссалам барған кезде Адам алейхиссалам айтады: ей адамдар, мен Аллахтың бұйрығын бұзған болатын, Аллах тағаланың тыйым салған жемісін жеп қойғам, мен сендерге бүгін шафаат ете алмайын, бас тартады. Елдің бәрі жиналып келесі Нұх пайғамбарға барады. Нұх пайғамбар да өзінің қателігін айтып, кемшіліктерін айтып бас тартады. Ибрахимге барады. Ибрахим пайғамбар болса, мен Аллах тағаланың құзырында 3 рет өтірік айтқанымда ол кісі де бас тартады. Солайша Муса пайғамбар, мен осылайша байқаусыз адам өлтіріп қойған, барлық пайғамбар бас тартады. Тек қана пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғана ана саййидул валадил адам ва ана лаха деп тек қана бізге шапағат ететін адам, құрметті бауырлар, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтылады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде мейірім, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден қайтқанда біз үшін мейірім деген осы мағынада. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірімділігі тек қана тірі кезінде емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мейірімдігі дүниеден қайтқанда, құрметті бауырлар, жалғаса береді екен. Және пайғамбарымыздың тағы сөзі бар: иза радаллаху рахматан би умматин қабада набиха қаблаха фаджаалаху лака фаратан салафан. Егер Алла субхана тағала бір үмметке жақсылық қалайтын болса, онда пайғамбардың үмметін алдын, яғни үмметі қайтыс болмай тұрып, құрдымға кетпей тұрып, пайғамбардың алады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сипаттаған болатын. Сол себепті, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жер бетінен келген мейірім. Инна арсалнака рахматал лил аламин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жер бетіне келген мейірім. Енді қараңыздаршы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірімі не кәпірге, не мұнафиқтарға, не мұсылман шетеп қана қоймайды. Алла тағаланың пайғамбарға жіберген мейірімі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бүкіл халықты қамтиды дейді. Ғалымдар былай деп айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мейірім мүминдерге, неге дейтін болсақ, оларға тура жолға салу арқылы. Яғни біздің тура жолда жүргеніміз, біздің пайғамбарымыз саллаллаху артынан еруіміз, біздің мұсылман үммет болуы, құрметті бауырлар, ол Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху жер бетіне жіберуі. Сол пайғамбарымыз саллаллаху бізге мейірім болған себепті, сол пайғамбардың артынан еріп, құрметті бауырлар, біз мұсылман болып отырмыз. Ол Алла тағаланың мейірімі. Екіншісі, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху жіберген мұнафиқтарға мейірім дейді. Неге дейтін болсақ, мұнафиқтар тілдерімен ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах деп айтады, бірақ жүректерімен сенбейді. Біз шариғат бойынша кімде-кім ла иляха деп айтқан болса, адамға біз үшін оның қаны, оның ары және оның малы бізге арам. Яғни ол адам мұнафиқ болса да, бірақ тілмен пайғамбарды мойындаса және Аллахты жалғыз деп мойындаса, біз үшін адамның малын, арын және малын құрметтеуіміз керек, мұнафиқ болса да. Бұл да Алла тағаланың пайғамбар жіберген мейірім дейді. Және Алла тағаланың кәпірлерге де мейірім қылып пайғамбарын салып жіберген дейді. Қалай дейтін болсақ, Алла тағала пайғамбарын салып жіберді. Сол кәпір адамдар пайғамбар мойындамасы да, бірақ соңғы сәті өлім алқымына келгенге дейін, немесе күн батыстан шыққанға дейін пайғамбарды мойындап, Аллахты жалғыз деп айтатын болса, ол адамдар құтылған болады дейді. Сол себеп пайғамбарымыз саллаллаху мейірімі үшеуінде қамтиды. Біз бен мұсылмандарға тура жолға салған пайғамбардың мейірімі.
мұнафиқтарға, өйткені мұнафиқтардың малы, ары, жаны біз үшін арам болады, оған қол сұғамаймыз. Ол да мейірім пайғамбарымыздың. Үшінші мейірім, құрметті бауырлар, ол кәпірлер үшін, иман кетірмегендер үшін. Неге дейтін болсақ, өйткені Алла субхана тағала кәпірлерді ең соңғы сәтке дейін кешіктіреді. Егер олар өлім алқымы келмей тұр, иман кетіретін болса, немесе күн батыстан шықпай тұр, исламға келетін болса, ол адамдар да иншалла пайғамбарымыз үмметінен және олар құтылатын адамдардан болып есептелінеді. Сол себеп, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мейірімі бүкіл адамзатты қамтиды. Сол әркім үлесімізше пайғамбарымыз мейірімнен бір кішкене болса бөлік алып қалуға тырысайық. Алла баршамызға пайғамбарымызға деген махаббатымызды арттырсын. Енді құрметті бауырлар, осылайша кешіп келген кісілер болса, біз енді мешітімізде жаңа дәріс бастап жатырмыз. Бұл кітаптың авторы Шифа фи тарифил хухур Мустафа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін сипаттайтын Шифа деген кітап дәріс бастаймыз. Дәрісте Алла сәтін салса, әр дүйсенбі және бейсенбі күндері Алла сәтін салса осы мешітімізде болады. Шам мен құтпа намазының арасында уақыттарыңыз болса, кеп қатысыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа қырынан тануға тырысыңыздар. Ахир дауғана инальхамдулиллахи раббил аламин.